Бұл видео енді ғана басталды. Сіз мені танымайсыз, бірақ мен сізді танимын. Мүмкін емес па? Мен қазір сіздерге оны дәлелдеп беремін. Және оп-оңай. Сіздің үлкен армандарыңыз бар, керемет жоспарларыңыз бар, мақсаттарыңыз бар. Бірақ оған қалай жетуді білмейсіз. Мен қазір сізге неге армандарыңызға жете алмай жүрсіз және сол проблемалардың шешімін айтатын боламын. Алайда бір шартпен, айналаңыздағы барлық проблемаларды ойыңыздан шығарыңыз. Кредит, қарыз, отношениедағы проблемалар, жұмыстағы проблемалар, қаладағы пробкалар барлығын миыңыздан шығарыңыз. Дайын болсаңыз, ал біз бастаймыз. Дофамин детокс. Алдымен дофамин не екенін анықтап алайық. Біздің өмір сүруге құлшынысымыз артқан кезде өзімізді бақытты сезінеміз. Яғни дофамин гормоны бөлінеді. Секс, фастфуд, сериал, тикток, темекі, насыбай, снюс, одноразка, неше түрлі татты сусындар, ішімдік. Абсолютно сізге кішкене болсын бақыт сыйлайтын нәрселер дофамин. И чо? Не болыпты? Онда тұрған не бар? Негізі ежелде ата-бабамыз аштан өлмес үшін, жыртқыштарға жем болмас үшін, таңертең ерте тұрып, от жағып және өзінің ары қарай өмір сүру үшін дофамин гормоны итермелеген. В общем айтқанда, выживать ету үшін. Ал қазір выживать ететін заман емес. Сол үшін үлкен компаниялар, үлкен брендтер сізден кішкене болсын дофамин бөлдіру үшін неше түрлі заттар шығарып жатыр. Және біз оны с удовольствием сатып алып жатырық. Дофамин не екенін түсінсек, енді дофамин детокс жайлы айтайық. Былайша айтқан кезде дофамин детокс бұл дофамин мөлшерін азайту. Егер Абай атамыз осы заманда дүниеге келгенде болмаса дофамин туралы ақпарат сол кезде болған кезде 5 нәрседен қашық бол деп тізбектемей, жай ғана дофаминнен қашық бол деп қысқа қайырушым еді. Егер мақсаттарыңызға қол жеткізуге энергия мен білім жеткіліксіз деп санасаңыз, онда қателесесіз. Сізге керегі бір ғана нәрсе. Фокус. Жоқ, бұндай фокус емес. Досым, төлей тұрш, ертең Каспийға жіберем деп фокус болып кететін де фокуста емес. Ал істеріңізге, жасап жатқан амалдарыңызға қойылған фокус. Амалдарға фокус қойып, күнделікті жасау іш пыстыралық сияқты. Бірақ сол нәрсені жаныңыздың рахатына және кайфпен жасауға айландыратын бұл дофамин детокс. Сенің қазіргі жағдайың қалай? Телефон шықламай, туалетте отыра алмайсың. Тамақ ішіп отқанда YouTube көріп отырасың. Кітап оқиын десең, жан жақтағы нәрселерге алаңдап, әңгімелесіп кетесің, болмаса телефонға қарай бересің. Ал менің жағдайымда басқаша. Өзімнің YouTube сабақтарыма дайындалатын болсам, алдымдағы ноутбук және бөлмедегі таза ауа ғана маңызды. Телефонның интернетін өшіріп қоямын. Маңызды шаруалар болатын болса, тек қана звонокпен шешіп отырамын. Бұл бөлмеде мен және менің ноутбугым ғана бар. Қалған дүниелердің барлығы маған маңызды емес. Бұл нәрсемен және фокус қою қабілетіммен біраз адамдар 40-50 жасында армандап жүрген нәрселерді Аллаға шүкір 24 жасында жеттім. Фокус қою қабілетін қалыптастыру үшін саған дофамин мөлшерін азайту керек. Осы видеоны көріп болғаннан кейін алдағы 7 күнде 100% нәтиже аласың. Тек қана мен айтқан осы 7 қағиданы қайталап отырсаң болды. Алдымен өзімізге интрига жасайық. Ойлаңызшы, алдағы 7 күнде сіз толыққанды өзгересіз. Өзгеріс өзіңізден байқай бастайсыз. Уже қызық па? Алдымен түсініп алыңыз. Дофамин детокс бұл өмір салты емес. Перезагрузка, қайтадан туылу. Дисциплинамен жұмыстарыңызға деген қабілетіңіз артады. Алдағы 7 күнде осы 4 нәрсені қайталауды ұсынамын. Ізденсеңіз, методтар мен амалдар өте көп. Оны өз тәжірибемде көргенмін. Ең тиімдісі осы 4-еу. Егер мен бұл 4 нәрсені 14 жасында білгенімде, армандап жүрген нәрселерімді 24 жасында емес, 18 жасында жетер еді. Біріншісі ұялы телефонмен 1 сағат қана. Егер жұмыстарыңыз телефонға байланысты болатын болса, сіз SMM-шік, мобилоров, немесе таргетолог телефонға қарау арқылы сізге ақша алып келетін болса, бұл 1 сағат сізге қатысы жоқ. Кез келген телефон настройкасына кірсеңіз, сол жерде настройкасы арқылы өзіңізге шектеу қойсаңыз болады. Яғни күнделікті телефонды 1 сағат қана қолдану. Қалған нәрселердің барлығын көріп, уақыт кеткізудің қажеті жоқ. Ұмытпаңыз, сіздің асқақ армандарыңызға, мақсатыңызға жеткізетін нәрсе осы нәрселер. Күніне телефон экранына 1 сағат қарадық, дофамин мөлшерін азайттық. Екіншісі YouTube.
ютубты алдағы 7 күнде приложениясын түгелдей өшіріп тастаңыз. Ноутбуктан, айфоннан, телефоннан барлық жерден өшіріп тастаңыз. Шұғыл көру керек ақпараттарды және мені көру үшін Chrome приложениясын қолданып, сол жерден іздесеңіз болады. Ал хит әндерді, біреудің хайп үшін жасаған материалдары болмаса, күрекпен жаңағы Таиландта бассейн қазып жатқан адамдарды көру үшін Chromeға қайта кіруге миымыз ерінеді. Бізге керегі де осы. Ал өзіңізді дамыту мақсатында амалдарды көремін, как выйти из депрессии, как пораньше встать деген видеоларды көріп, өзіңізге пайдалы нәрсе алам десеңіз, қателесесіз. Өйткені өзіңіздің фокусыңызды дамытпағанша, бұл нәрселердің барлығы нәтижесіз. Алдағы 7 күнде ютубты көрмегеніңіз, дамығаныңыз. Ютуб көруді тоқтатыңыз және дофамин мөлшерін азайтыңыз. Үшіншісі порнография. Алдағы 7 күнде ешқандай жалаңаш бейне. Қазіргі басым көпшілік адам бұл нәрсеге тәуелді. Және алдағы 7 күнде бұл нәрсені 10% адам орындай алады. Ал сіз бұл қатарда болмаңыз. Алдағы 7 күн бойы ешқандай порнография көрмей, белден төмен нәрселердің барлығын өзіңіз қалайғанша жасай беріңіз. Не знаю, білмеймін, фантазияларыңызды қосыңыздар. Қалаған нәрселеріңізді болады. Бірақ порнография көруге болмайды. Өміріңіздегі пошлый заттардың барлығын алып тастаңыз. Инстаграмда модельдерден сізге шығатын жаңағы жалаңаш күйдегі қыздардың барлығынан отписка жасап тастаңыз. Мүлдем шықпасын. Және тиктоктан шығып жатқан болса, оларды неинтересно деп бастап өміріңізден алып тастаңыз. Алдағы 7 күн сіздің порнография көрмеуіңіз, ол дофамин мөлшерін азайту. Төртіншісі медитация. Медитация күніне 10 немесе 20-30 минут болса, тіптен жақсы. Енді біз мұсылмандар үшін түрі көп. Намаз оқыңыз, Алламен сырласыңыз, Аллаға өзіңіздің дұға тілектеріңізді айтыңыз. Немесе жай ғана өзіңізді 10 минутқа тазарту. Алғаш күндері қиын болады. Бірақ 7-ші күні сіз бұл нәрседен рахат ала бастайсыз. Көшеде жүргенде ешқандай наушниксіз. Табиғатты тыңдаңыз, құстардың ән айтып жатқанын тыңдаңыз. Күлкілі естілуі мүмкін, бірақ жасап көріңіз. Осы жоғарыда аталған 4 нәрсені алдағы 7 күн бойы қайталайтын болсаңыз, сіздің фокус қою қабілетіңіз артады. Қазір сізге қиын соғып жүрген амалдар дисциплина реттеледі, барлығы жүйеленеді. Ең маңыздысы процестен рахат алып бастайсыз. Армандарыңызға жеткізетін нәрселерден рахат алып бастайсыз. Және бұл мәңгілік сізбен бірге болады. Енді осы әдеттерді алдағы 7 күн бойы қайталаймын деп шешім қабылдасаңыз, бұл әдеттерді біз монах режимі деп атаймыз. Әрине оңаймайды, бірақ алдағы 7 күн монах режимін қолдансаңыз, барлық нәрсе автоматом және оңайға айналсады. Егер осы монах режимін өміріңізге сіңдіріп қалуды қаласаңыз, онда 21 күнге созуды кеңес беремін. Фокус арқылы армандарыңызға жеткізетін амалдарға ғашық бол. Және армандарыңа ешқандай қиындықсыз жет. Сіз көріп отырған видео, мен мініп жүрген машина, мен жасаған YouTube каналдар, миллиондаған қаралымдар алдымен еңбек емес, сол еңбекке қойылған дофамин детокс және фокус арқылы жетіп отыр. Барлықтарыңызға рахмет. Алдағы 7 күнде сәттілік. Каналға тіркеліп, лайк басып отырыңыздар.